Баршаңызға қайырлы күн. Қазақ тілді каналының алға қарай дамуы үшін подписация батырмасын баса кетіңіз. Істі кейінге қалдыру әдетінен арылу жолдары. Миымыз кез келген істің нәтижесін бірден көруге, дереу рахаттануға бейім, һәм соған үйренген. Мысалы, қарнымыз ашқанда немесе шөлдегенде су ішуді, тамақтануды кейінге қалдырмай бірден жүзеге асырамыз. Өйткені бұлай жасағанда тұла бойымыз бірден рахатқа бөленеді. Арықтау немесе дене бітімін шынықтыру үшін спортпен айналыса бастағанда көпшілік адам бірінші күн-ақ айнаның алдына барып бұлшық еттерін ұстап қайта қарайды, немесе таразыға тартылып қаншалық арықтағанын жиі бақылауға тырысады. Мұның бәрі адам миының тез арада нәтиже көруге ұмтылысының көрінісі. Ал керісінше нәтижесі бірден болмайтын істі кейінге қалдыруға бейім тұрады. Сондықтан жалқаулығын жеңе алмай жүрген жандар